Тасмағанбетов сөйледі ғой бүгін. Ойбай, Иманғалиді президент қоямыз дегенде кеше стрим сабақ жүргізіп жатқанда айтып едім мен. Ол орыс қол, одан ешнәрсе шықпайды. Қауіпті адам деп. Бүгін міне ОДКБ-ны Ресей сапына жіберу керек деп айтып жатыр ғой. Яғни Қазақстанның әскерін Ресей сапында соғысқа жібереді бұлар. Бұл туралы бір жыл бұрын да айтып жүрдік. Көп адам белгілі болды ғой, көп адамға. Сонда ресейшілдер түсінбеді, жоқ, мүмкін емес, Қазақстан Ресейдің сапында бірге соғыспайды деп. Соғысады. Сендерді бірінші жіберу керек Ресей алға деп жүргендерді. Барып соғысыңдар сол НАТОға қарсы. Қырылыңдар. Сол керек қой сендерге. Осыншама айтып жүрдім. Орыстың саясатынан құтылмай қазақ бөтен соғыста өледі деп. Міне, сол болайын деп тұр. Оны ашық түрде еш нәрседен қорықпай айтып жатыр.